27. Жарықтың шағылуы деген не? Сабақта түрлі заттан жарықтың шағылатынын білесің. Жарықтың шағылуын адам қалай пайдаланатынын түсінесің. Бір бейнесін тап. Айсұлу демалыс күні сауда ойын-сауық орталығына барды. Ол бір дүкеннің шынысынан өз бейнесін көріп қалды. Айсұлу өз бейнесін тағы қайдан көруі мүмкін? Бұл заттар несімен ұқсас? Беті өте тегіс затты айнаға теңеп, айнадай деп жатады. Айнадан өз бейнемізді көреміз. Неліктен? Себебі айнадай тегіс заттың бетінен жарық шағылады. Беті тегіс емес заттардан бет бейнемізді көре алмаймыз. Зертте. Қандай заттардың көмегімен қабырғаға сәуле түсіре аласың? Айнаны немен алмастыруға болады? Парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіруге бола ма? 2. Мысал келтір. Суреттерге мұқият қара. Жарықтың шағылу қасиеті пайдаланылған заттарды ата. Өзіңде мысал келтір. 3. Тәжірибені қайтала. Айнадағы мәтінді оқи аласың ба? Екінші айнаны пайдаланып оқып көр. Ойлан. Қыста тауға көтерілген адамдар неліктен күннен қорғайтын көзілдірік киеді? Кез келген дененің бетіне жарық түскенде, жарықтың бір бөлігі осы беттен шағылып, кеңістікте тарайды. Осы құбылысты жарықтың шағылуы дейді. Әйнек, шыны, су беттері тегіс болады, әрі жалтырайды. Жарықтың мұндай беттен кері шағылуынан өз бейнемізді көре аламыз. Жарықтың шағылу құбылысы күнделікті тұрмыста, медицинада, қауіпсіздік сақтау шараларында жиі қолданылады. Есте сақта. Жарық тегіс әрі ашық түсті беттен жақсы шағылады.